Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын шоколадты кекс рецебін ұсынамын. Ең бастысы калориясы аз, таңғы асқа, перекусқа жасасаңыздар болады. Ең алдымен ыдыста бананды шанышқымен еземіз, немесе блендерді пайдалансаңыздар болады. Үстіне бір жұмыртқа саламыз. Какао және қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Менде форманың диаметрі 10 см, жабыспас үшін ішін сары маймен майлаймыз. Формаға құйып, микроволновкада 3 минут пісіреміз. Бұл порция тек бір адамға арналған. Егер көбірек жасағыларыңыз келсе, онда құрамын 2 есе көбейтесіздер және үлкен формаға жасау керек болады. Біздің шоколадты кекс дайын болды. Үстіне мен шоколадты глазур жақтым. Қара шоколад пен сүтті микроволновкада ерітіп, араластырып, кекстің бетіне жағамыз. Ол әрине міндетті емес, онсыз да дәмді шықты. Егер арықтап, попостап жүрсеңіздер, өздеріңіз тәттіден отказ бере алмасаңыздар, онда осы шоколадты кексті дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.